Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Мен бүгін сіздермен өте керемет, жұмсақ болып шығатын асқабақтан өте оңай пирогтың жасалу түрімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ерітілген сары майымызды ыдысымызға құямыз. Оның үстінен бір жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Тұзымызды және де содамызды саламыз. Қаймағымызды саламыз және жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Ұнымызды саламыз және де қолымызбенен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Міне осы видеодағыдай жұмсақ қамыр пайда болуы қажет. Асқабақтарымызды кубиктап турап аламыз және пиязымызды, тұзымызды, қара бұршымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Келесі қамырымызды екі бөлікке бөлетін боламыз. Бір бөлігін кішкене үлкендеу етіп, екінші бөлігін кішілеу етіп кесеміз. Домалақ етіп жайып, табамызға орналастырамыз және де дайын болған салмамызды қамырымыздың үстінен салатын боламыз. Салмамызды біркелкі етіп жайып шығамыз және екінші қамырымызды домалақ етіп жайып алып, үстінен қоятын боламыз. Және де бортиктерін осылай қолымызбенен әдемі етіп біріктіріп жасап шығатын боламыз. Пирогымыздың үстінен жұмыртқамыздың сары уызын жағып шығамыз. Және де осылай пышағымызбенен пирогымыздың төрт жағынан осылай кішкене кесіп қоятын боламыз. Ауа кіріп, әдемі жұмсақ болып пісіп шығуы үшін. Және де пешімізге 180-200 градуста 25-30 минут пісіріп алатын боламыз. Бізде 25 минут өтті. Біздің пирогымыз пісіп шықты. Қараңыздар достар, өте жұмсақ, сочный болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.